Арыстан мен тышқан. Ертеде орман патшасы арыстан тоғайдың қалың белдеуінде ұйықтап жатады. Бір кезде бір тышқанның ойнақтап үстінен жорғалап жүргенін сезеді. Арыстан ұйқысынан ызалана оянып, тышқанды ұстап алып өлтірмекші болғанда, тышқан жалбарынып, тақсыр мені өлтірмеңізші. Бір жолға кешіріңіз, бір күні мен де бір қызметіңізге жарармын дейді тышқан. Арыстан оның сөзіне күліп, сен өзің бір кішкентай тышқансың, менің қандай қызметіме жарамақсың деп жанашып тышқанды қоя беріпті. Тышқан байқұс қуанып, арыстан досым деп жүгіріп ойнап кете беріпті. Күндердің күнінде арыстан жортып жүріп, аңшылардың құрған тұзағына түсіп қалады. Шарқ ұрып, тыпырлап, ақырып, бақырып жатса да, тұзақтан құтыла алмайды. Сол жерде жанынан өтіп баратқан аңдардың біреуі оған жәрдем бермейді. Сол кезде өтіп бара жатқан тышқан арыстанның бұл халін көріп, қасына келіп қарап тұрса, сонда арыстан тышқанға қарап, ләжің бар ма, бұған қылар деп сұрайды тышқаннан. Тышқан дәреу тұзақты жіптерін тістерімен кеміріп, қиып кеп жібереді. Солай арыстанды тұзақтан құтқарып, сонда тышқан арыстанға, мені кішкентай деп мән бермеуші едің, міне сені бір ажалдан алып қалдым депті. Осылай арыстан жасалған жақсылықтың қайырымы болатынын түсінеді. Содан былай арыстан мен тышқан бірге дос болып өмір сүре бастапты.